өте көптеген мағлұматтар алдық. Бізге өте пайдалы болды. Осылай жас мамандарды үйретуден жалықпаңыздар деймін. Тәжірибе алмастық және де өзімізге қажет болмақтарды түртіп алдық өзімізге. Көкейімде жүрген сұрақтарыма жауап алдым. Өзіме қажетті балалармен, балабақшада балалармен жұмыс істейтін мағлұматтардың барлығын осы тренерлардан алдым. Өзіме көп нәрсені түртіп алдым. Мен үшін қоржыным жаңа мәліметтерге толы болды деп ойлаймын. Мен осы курсқа қатысқаныма өте қуаныштымын. Бұл курстан аларым көп болды. Балаларға қарапайым ойындарды өте жеңіл түрде жүргізуге маған өте көмектесті. Тіпті ойындардың ішінде де ата-аналар жиналысына қосатындай керемет ойын түрлерін үйреніп алдым. Осы уақыт ішінде өтілген осы курстардан алған әсерім өте жоғары. Жаңа маған ең ұнағаны осы топтың ішіндегі әр дамытушы орталықтарға жіберетін балаларды еркін ойнауды қолға аламын деп ойлаймын. Әсерім өте керемет. Біріншіден қарапайымдылыққа үйретті, ата-аналармен жұмыс, балалармен жұмыс, күн тәртібі барлығын пайдап үйреттік. Рахмет. Ата-аналармен жұмыстың формаларын, түрлерін, өзіме керек сәттері болды. Өзіміздің жұмыста ауырлатпай, қарапайым тәсілдерді күнделікті жұмысымызда қолдану өте жақсы қабылдадым. Алған мәселе өте керемет. Ең бірінші мен үйренгенім тәрбиешінің жұмысын жеңілдету. Баланы бақылай отырып, қызығушылығына қарай әрекет ету. Ойын арқылы балалардың дамуына көмектесу, ата-аналармен жұмыс істеу және ата-аналарды бірге өз іс-әрекетіне қосу. Бұл жерде мен күнделікті, күн тәртібінде және іс-әрекетте қарапайым тәсілмен ойын арқылы жұмыстар жүргізуді үйрендім. Ата-аналармен қысқаны қатынасқа болу ең басты мақсат. Балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып жұмыс жасау. Күн тәртібі, күн ережесі, ата-аналармен қалай жұмыс жасауы, күн тәртібі мен ережесі. Құжаттарды сақтай отырып, бағдарламаны жақсы, өз жасыңның баласының бағдарламасын жақсы білу керек, және ата-анамен жұмыста форматтарын өзгертіп, өз шығармашылығында қосу. Кіріктіре отырып, ата-ананың емшілдігін пайдалана отырып жұмыс жасау.